шегелеп тұрып айтты, жауынгерлер айқасқа дайын. Енді міне Нұрберген Мырзекен мен Масуд Башири арасындағы жекпе-жек. Жаңа Нұрбергеннің арқа тұсына жайылған жалаудан көрдіңіздер, арнайы жасақ деген жазуда. Демек бұл жауынгердің қолдаушылары бүгін алаңда деген сөз. Нұрберген өте батыл шабуылға кірісті. 2 соққыдан тұратын комбинация. Байты қоян қолтық ұрыспен шұғылданған. Міне Нұрбергеннің тамаша соққысы тіземен қазір ирандық басын бұққан қалпы. Башири артқа шегінуде тағы да. Дегенмен Башири тайсалып бас бұғып қалуды көздеп тұрған жоқ. Нұрберген керісінше алда сұрата барып, оң қолмен жойқын бір соққыны бағыттауға талпынып көрді. Қауіпті лоу-кик қазірет кескен теректей құлап түскен ирандық жауынгер. Нұрберген енді мына позициядан қарсыласын тұрғызбайтында шығар, өткені ірі денелі жауынгер, бірден байқадыңыздар. 2 азаматта бойшаң. Башири Нұрберген аяқ қолын байлап қазір соққы жасауына мүмкіндік тудырмауға тырысады. Баширидің бар көздегені осы, күрестен де аздап хабары бар дедік ирандық файтердің. Ал енді Атырау қалалық полиция департаментінің өкілі міне өз жанкүйерлердің алдында абыройымды асырсам деген оймен шыққандығы түсінікті. А у Нұрбергена очень много болельщиков на арене. Және әуесқой деңгейде көп өнер көрсетіп жүрген жауынгер. Тамаша соққы қазір Нұрбергеннің Баширидің басынан бір жойқын соққыны бағыттаған сәті. Ирандық көзі алақтап біраз есін әлі де жинай алмай жатқан сыңайлы Мырзекен. Жемтігіне ұмтылған. Пересаживается в маунт, пошли локти жесткие. Всаживает он соперника. Башири пропускает и вновь Мырзекен пробивает. Блок прижимается. Башири құтылды. Бір Нұрбергеннің байқасының бір қарқыны басылғандай болған еді, енді жоқ. Нұрберген тағы да заблокировал руку. Бір қолын істен шығарды. Енді жауапсыз соққылардың бағытталып жатқан сәті. Төреші барлығын бақылауда ұстап тұр. Башири қанша дегенмен де жанталас. Кеудесіне қонған Нұрбергенді қағып тастағысы келеді, бірақ оған Нұрберген мүмкіндік беретін емес. И вторую руку заблокировал Мырзекен. Ничего абсолютно не может сделать. Башири уже и пытается блокировать руки. Сам иранец защищается всячески всеми доступными способами. Пропускает при этом очень много. И, как кажется, остановка, ну вот случится. Пошли хаммерфисты. И рефери в этот момент. Башири дегенмен шыдас беруде қазір мынадай қарқынға, мынадай шабуылдарға төтеп беру кез келгеннің қолынан келе бермейтін сәт. Енді мінекен Нұрберген қазір қарсыласының арқа тұсына қарай жақсылап тұрып орнықты. Жауапсыз қаншама соққы бағытталды. Бұл енді бір жақты сабау. Баширидің басын бұққан қалпы шарасыз күйде жатқан көрудеміз. Ауыр соққы өткізіп алмауды көздейді. 1 минутта уақыт бар. Но это пауза в пользу Башири. Иранец может немного перевести дух. И вот Мырзекен включается вновь. Боковые мощные удары. Свип и за спину. Но на удушении, кажется, Башири просто сдается. Пытается растянуться. На челюсть давит уже Мырзекен. Нұрберген, сотрудника департамента полиции города Атырау. Арнайы жасақ қызметкері. Яғни элита полиция қызметкерлердің ішіндегі элиталы бөлімнің өкілі. Міне Нұрбергенде қарқыны сәл басылды, өйткені 30 секундтай уақыт бар екендігін өзде біледі. Секунданттары да айтуда. Башири үшін қазір жалғыз ғана жол бар. Дәл осы тактикадан таймай, басын бұққан қалпы қалған
секундтарда шыдас берсе әйтеуір бірінші раундты аман есен өткізіп алмақ. С огромным преимуществом Нурберген забирает первый раунд. Отметим волю. Ешқандай Башири, қалдырмады. парень не сдается. И может ли придумать в принципе что-нибудь интересное? Сейчас и узнаем. Кровавое пятно рядом с иранским бойцом. Кровавое пятно, которое образовалось еще после первого боя в рамках нашего карда на ИЗА 79. Напомню, 2 титульных поединка. Много конкурентных боев. И это ранний прилив. И пока Башири в синем углу. Ну а в красном представитель города Атырау Нурберген Мырзекен. Начинают стойки в центре Нурберген. Башири выбрасывает, ну, такой медленный летящий удар справа. Вновь закрывается. Калфкейк Мырзекен пытается выбить почву из-под ног у соперника, пробивая лоу. Сближается Башири. Иранец, как кажется, ему сложно далась все-таки весогонка. Сложно дался сам процесс подготовки к этому бою. Ну и осталась ли энергия? Опять лоу-кик пробивает Башири. Наступает, пропускает Мырзекен навстречу. Достает иранец. Вновь работает джебом. Лоу. Нурберген также взял паузу. Первым номером работает Мырзекен. Бұл раундта ирандық жауынгер өзінің ширақтығымен әрі батылдығымен таң қалдыруда десек артық айтқандығымыз емес. Өйткені Масуд Башири бірінші раундта тіпті бірде-бір соққы жасай алмай шарасыз күйде тұрса, қазір енді тек тұрып Нурберген Мырзекенге қарсы ұрыс салуда. Әрі аяқта өте тиянақты, жақсы қозғалуда. Бірінші раундта жіберген қателікті бұл раундта қайталағысы келмейді. Ирандық жауынгер сонымен қатар қарсыласын шаршаған күткен сыңайлы. Енді міне Нурбергеннің тамаша айналып тепкен сәті. Бұл соққы дәл тиген болса, ирандықтың тағдыры қалай болары беймәлім. Бәлкім нокаутта тіркелетін бе еді. Міне Нурбергеннің таэквондо спортымен де шұғылданғандығын айтқан болатын. Және Башири! Мощная двоечка, опускает руки Нурберген. Мына жекпе-жектің сценарийі көз алдымызда түрленіп сала берді. Башири жауап удар берген вопросом. И потихоньку отдает инициативу сопернику Мырзекен. Нурберген аздап шаршаңқырады. Өйткені бірінші раундта біраз күшін жұмсаған болатын, қарсыласты бақылауында ұстап. Міне Башири қазір ақырын ғана өзінің позициясын осылай ұстап тұруға тырысады. Алаң ортасында джеб соққысы. Тағы да үш соққыдан тұратын комбинация Нурбергеннің жауабы. Екі жауынгер енді білекті түріп тастап, тік тұрып төбелеске ашық айқасқа кірісті. Атыраулық жанкүйерлердің қолдауы сөзсіз Нурбергенге қамшы болып, намысын одан сайын жанитыны түсінікті. Ал бірақ Башири ұтып жатса, кішігірім сенсацияның авторы атанады. Но, учитывая, что оба дебютанты, я не думаю, что это будет какой-то большой сенсацией. Но, с другой стороны, если вы видели первый раунд этого боя, то явно можете удивиться, если такой исход случится. Башири вновь у сетки. Мырзекен с серии пошел вперед, пробивает мидл-кик. Минута остается. Возможно, Нурбергену нужно переводить соперника. Надо забирать концовку второго раунда. И тогда, собственно, и вторая пятиминутка уйдет в его актив. Вот он, собственно, инициирует борьбу. Есть захват.
Леглок вставил колено Нурберген, достает до соперника. В клинче оказываются у сетки. Нурберген прихватывает сетку. Бэкфист! Сотрясает голову Башири. И продолжает наступление Нурберген Мырзекен. Башири опять одиночными ударами ищет для себя какой-то шанс. Лоу-кик. По количеству ударов я не думаю, что он сильно отстает. А вот что касается качества, тут уже сложно ответить. Второй раунд можно, как кажется, отдать и Мырзекену, и Башири. Бұл енді бұл раунд сөзсіз ирандық жауынгер үшін өте тамаша раунд болды. Өйткені айқас сценарийін күрделі өзгерте алған жайы бар. Сымен раунд соңында жеңіске бір талан жақын болса, соңында Қодырев өзінің мүмкіндігін жібермей ерекше сабмишн әдісімен жеңіске жетті. Енді міне үшінші раунд Башири мен Мырзекен. Масуд Башири екінші раундта өзі енгізген күрделі өзгерістерді әрі қарай жалғастырып мерейін үстем еткісі келеді. Жайық спорт комплексі жанкүйерлерге лықа толды десек болады. Бұл бар болғаны екінші жекпе-жек. Башири қазір белсенді шабуылға кірісті. Нурберген ішке. Екі соққы бағыттады. Башири енді 4 соққыдан тұратын комбинацияларды қолданысқа кіргізуде. Тамаша қазір Нурберген шынтақпен соққы жасауға ниет танытқандай болып барды да. Тіке соққысымен нысанан дәл тапты. Башири күреске кіреді ме? Ах, сам просто попадает в треугольник. Угодил сейчас. Отдал шею сопернику. Нурберген тянет. Нурберген, да, и, возможно, это уже финиш. Плотный захват от него. Және жекпе-жек аяқталды. Нурберген Мырзекен.